Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. КМА Қостанай облысы бойынша департаменті республиканың аумағына ақш долларындағы жоғары сапалы жалған шетел валютасын кіргізу және таратуды жүзеге асырған қылмыстық топтың қызметінің жолын кесті, деп хабарлайды ел-КЗ ақпараттық агенттігі. Жедел іздестіру және тергеу іс-шараларын жүргізу барысында Түркия Республикасының астанасынан елімізге жалған шетел валютасын жеткізудің барлық тізбегі анықталды. Тергеу соты Қазақстан Республикасының 3 азаматына қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. КМА Қазақстан Республикасының азаматтарын, сондай-ақ ел қонақтарын айырбастау операциялары кезінде қырағылық таныту қажетті және оларды тек банктердің мамандандырылған пункттері мен бөлімшелерінде ғана жүзеге асыру керек екені туралы ескертті. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.